құрсақ шашу салты. Әмина анамыздың бойына бала біткенде, Махамбет пайғамбардың нұры анасының жатырына ауысады. Нұрдың шапағынан Әмина анамыздың дидары нұрланып сала береді. Сыр сымбаты бұрынғыдан да ажарланып, көркі кемелінен асыпты. Ел арасында нұр дидарлы, ең әдемі әйел аяғы ауыр әйел. Жүкті әйелдің жүзінен нұр еседі деген сөздер осыған орай айтылып деседі. Әмина анамыздың нұр жамалына ынтық болған періштелер оның дидарына қарау үшін аспан әлемінен ағылып келеді екен. Тәңірі періштелерге: дүниеге менің сүйікті досым келеді. Жәннаттың дүр гауһарлары мен інжу маржандарын Әминаға шашыңдар. Шашулар оның жүрегіндегі мейірім мен махаббаттың шексіз қайнар көзін ашады. Әминаның қуанышына ортақ болған жандарға менің рахмет нұрым жауады. Аяғы ауыр келіншектің ниеттес жақындары неғұрлым көп болса, ұрпағының да адал достары соғұрлым көп болады дейді. Оны естіген періштелер, үрлер мен ғилмандар жарыса барып, пайғамбардың анасына шашу шашады. Пейіштің жеміс-жидектерімен Әмина анамыздың жерігін басып, Кәусар бұлағының суымен шөлін қандырады. Қазақ арасында құрсақ шашу деген дәстүр осыған орай шықса керек. Әйелдің бойына бала біткенін естіген жұрт оның шаңырағына келіп, шашу шашып, ақ тілек айтатын болған. Көрші келіншектер мен ақ жүрек құрбылары және тату абысындары оның жерігін басу үшін әртүрлі тәтті, дәмді ас ауқаттар пісіріп үйіне барады. Енелері келінді ата-баба аруаға қолдап жүрсін деп үйінің оң жақ керегесіне ақ орамал байлайды. Қазақстанның басым бөлігінде бұл дәстүр күні бүгінге дейін жалғасын тауып келе жатыр. Махаббатпен, адал достықпен мағыналы өмір сүремін деген адамға бұл салт таптырмайтын тәрбие құралы.